Сәлем достар, сіздермен B2E каналы. Бүгін біз Toast пен, яғни бағдарламаның бетіне шығатын хабарламамен жұмыс жасайтын боламыз. Ол Toast қай кезде керек екенін айта кетсем, біздер өткен сабақта екінші экранға көшуді үйрендік, яғни кнопка басылғанда екінші экранға көшуді. Одан кейін логин экранын құрдық, соны өзгертіп, кішкене қиындатып. Яғни бұл жерде логинға тең болғанда, пароль, паспортқа тең болғанда екінші активити ашылатын болды. Осы бағдарламаның орындалуына қарайтын болсақ, біз логин, паспорт деп дұрыс жазсақ, екінші экран ашылатын еді. Дұрыс емес жазсақ, ештеңе өзгермейді. Қалай тұр, солай тұра беретін еді. Яғни мұндай жағдайларда қолданушы бағдарлама просто жұмыс жасамай қалды деп ойлап қалуы мүмкін. Яғни қолданушыны сондай уведомление жасау үшін сондай Toast қолданылады. Яғни хабарлама. Міне бағдарлама жүктелді. Бірінші поледе name деп жазылып тұр. Соны өзгертейік логинге. Екінші полеге password деп жазайық. Екінші экранға көшеміз. Екінші activity деп шықты. Бірінші поледағы логинді lo деп өзгертіп бассам, ештеме өзгермейтін. Я бағдарлама жұмыс істеп тұрған, я жұмыс істемей тұрған білмейміз. Осындай жағдайлар үшін Toast қолданылады. Әрі қарай бірінші жаңағы бағдарламада activity'ден логиннің орнына name деп жазылып тұр. Оны алып тастағымыз келсе, text деген бар, қасиеті. Содан өшіріп тастасаңыз болды. Яғни бірінші қосылғанда бағдарламада ештеңе жазылып тұрмайды. Одан кейін бағдарламаның кодына келейік. Toast қосу үшін мына жерге else деген пункт қосамыз. Бұл яғни if фигурный жақша шарт орындалған кезде орындалатын кодты жазамыз. Else деген, яғни ол шарт орындалмаса, дұрыс емес болса. Хабарлама құру үшін бірінші Toast деп жазамыз. Яғни типін көрсетеміз, одан кейін атын жазу керек. Біздер тек Toast деп ала берейік атында. Alt Enter басу керек. Импортировать ету үшін. Тен қайтадан Toast нүкте make text, яғни текстті жасау деген сөз. Әрі қарай осы бағдарламаның контекстін алу керекпіз. Яғни қай бетке шығатынын өзі определить етіп алу керек. Біз else жағдайына құрып атқаннан кейін логин немесе пароль дұрыс емес деп жазайық. Әрі қарай осыдан кейін үшінші параметрге үтірден кейін Toast'ың ұзақтығын жазу керек. Міне екі вариант бар, length long, length short деген. Long болса кішкене ұзақтау тұрады сообщение, short болса қысқалау тұрады. Length short деп алайық бірінші. Show деп жаздық. Әрі қарай. Енді осы бағдарламаны жүктеп көрейік. Жаңа бірінші ашылған бетте name деген жазу тұрған еді. Біз оны алып тастадық текст қасиетінен. Сосын дұрыс емес жағдайына логин немесе пароль дұрыс емес деген жағысуды шығаратын болдық. Length ұзақтығын Toast'ың тұру ұзақтығын қысқа қылып қойдық. Қазір оны longқа өзгертіп, айырмашылығын қарайтын боламыз. Міне шыққанда жаңағы текст name дегенді алып тастағанымыз үшін бос поле шықты. Жазып көрейік, бірдеме. Екінші экранға көшу. Логин немесе пароль дұрыс емес деген жазу шықты. Және қысқа уақыт тұрады екен. Енді осы жерде long деп көрсек. Және де осы хабарлама экранның төменгі жақ бетіне шығып тұр. Мына жағында. Оның ортасына қарай шығаруға да болады. Яғни экранның қақ ортасына шығып тұратын. Кез келген нәрсені тере саламыз, логин немесе пароль дұрыс емес деп шығып тұр. Манаға қарағанда ұзақтау тұрады. Яғни сізге бағдарламаңызға байланысты.
ұзақ қойғыңыз келсе ұзақ қалдыра аласыз, немесе қысқа қалдыруға болады. Енді осы хабарламаны экраннан тап ортасынан шығару үшін toast нүкте set gravity, сосын gravity нүкте center деп қоямыз. Өтірі арқылы екі параметр көрсету керек. Оларды 0,0 деп қазір x, y көсенше 0,0 деп көрсетсек болады. Енді бағдарламаны жүктеп көрейік. Тағы да бір рет. Кез келген нәрсені жаза салайық. Екінші, міне, енді хабарлама тап экранның ортасынан шықты. Ал дұрыс логин пароль жазса қазір. Екінші экранға көшеді. Әрі қарай осы toastқа сонымен қатар біз сурет қоса аламыз. Ол үшін бізге алдымен сурет қажет. Мен алдын ала осындай сурет жүктеп қойған болатынмын. Ол суретті көшіріп алу керек. Сосын мына rest деген папкіде drawable деген папкіге ставка жасау керек, қоюымыз қажет. Оң жағын бассаңыздар paste деген или вставка деген болады. Ctrl-V-ді бассаңыздар болады. Негізгі ресурс файл ол бізде сурет салатын ресурстық файл ол drawable. Соны таңдаймыз, OK дегенді басамыз. Мына жерде бізге ат беруді сұрап тұр. Осы қандай ат болды, сондай қылып қалдыра береміз. Error. Әрі қарай сурет салу үшін бізге алдымен осы хабарламаның ішіне layout-тар деп айтылды бұрын. Соларды құрып алу керек, өйткені олар просто ненің ішінде көрсете алмайды. Әрі қарай image view деген компонент аламыз. Атын image view деп қоя береміз. Оны новый image view get application context деп қалдырамыз. Одан кейін image view'ге суретті меншіктеуіміз қажет. Ол үшін set image resource дегенді басамыз. Әрі қарай өздеріңіз білетіндей R класын көрсетеміз. Одан кейін drawable көрсетеміз. Яғни жаңа біз drawable деген папкаға салдық. Суреттің аты error еді. Яғни міне көріп отырғаныңыздай сол жағында суретіміз шығып тұр. Әрі қарай toast layout-қа add view дейміз. Яғни view-ді добавить ету керек. Біздің суретіміздің аты image, қосатын view-дің аты image view. Image view жазамыз. Өтір 0 деп көрсетілу керек. Және болды. Енді результат нәтижені қарайық.
біз қате тергенде логин немесе пароль дұрыс емес деген жазу және үстінде өзіміз қойған сурет тұр. Бұл жерде PNG форматтағы суретте салуға болады. Яғни артында мынандай ақ болып ештеме көрінбейді. Просто мына background тұрады, сосын жазу тұрады. Яғни более әдемілеу болып тұрады. Сонымен бүгінгі өткендегі сабақта жасаған проектті кішкене улучшить еттік. Яғни біз входта логин или пароль дұрыс емес жағдайда учитывать еттік. Бұл жерде бетіне хабарламашы атын қылып жасадық. Логин немесе пароль дұрыс емес деген. Оның ұзақтығын қоюды үйрендік. Ұзақ немесе қысқа деп. Және хабарламаны экранның қақ ортасынан қоюды үйрендік. Одан кейін хабарламаға сурет қосуды үйрендік. Яғни сіздерге хабарламада кішкене әдемілеу басқашалау болып шыққан қаласаңыздар, осылай сурет қосуға болады. Егер де сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған B2A каналы. Сау болыңыздар.